Қарап отырсам өмірімде түрлі тағдыр иелерін жолықтырыппын. Әрқайсысының ішкі сырын, құпиясын тыңдап, соның бәрі не үшін қажет екенін түсінбей жүретінмін. Бірақ уақыт өте келе сол оқиғалардың бәрі өмірлік сабақ болып қалғанын ұқтым. Аяқжанмен таныстығым да солай басталды. Біз 11-ші сыныпты аяқтаған соң арман қуып Астанаға келдік. Екеуміз бір асханада жұмыс істей бастадық. Жұмыс арасында болашақ туралы көп әңгімелесетінбіз. Бұл 2015 жыл болатын. Бір күні біздің асханаға аты белгілі актер Тұңғышбай Жаманқұлов студенттермен бірге келді. Біз үшін ұлы тұлғаны көрудің өзі үлкен қуаныш еді. Жұмысымызды ұмытып, таңырқап қарап қала бердік. Аяқжан пысық қыз болатын. Ол кісімен сөйлесіп, тіпті автографты алып үлгерді. Сөйтсек, Жаманқұлов ағамыздың актерлыққа арналған 3 айлық курсы бар екен. Аяқжан сол курсқа қатысуға рұқсат сұрады. Мұны естіген мен де бірден елітіп батылымды жинап, мен де барайыншы деп сұрап алдым. Келесі күні жүрегімізді қолымызға ұстап сабаққа бардық. Алғашқы күні-ақ ұстазымыз әркімнің өнерін көрсетуді сұрады. Кезек маған да келді. Соқырана өлеңін оқыдым. Сол күні үнсіз тыңдап болып, ол қағазға әлденені түртіп алды да, келесі деді. Өзімді кінәлі сезініп, неге монолог оқыдым деп іштей өкіндім. Ал Аяқжан болса сахнаға сенімді шығып, жарқырап, күліп шықты. Курс 3 айға созылады. Соңында сертификат беріледі екен. Бірақ бағасы 45 мың теңге. Бұл ақшаны естігенде көңіліміз су сепкендей басылды. Себебі ол кездегі айлығымыз да 45 мың теңгеден аспайтын. Мен ол ақшаны берсем, күнімді көре алмайтынымды білдім. Арманнан бас тартуға тура келді. Ал Аяқжан болса алған бетінен қайтпады. Ақша табамын деп 2-ші жұмысқа кіретінін айтты. Бірақ ол жаста жұмысқа алатындар сирек еді. Соған қарамастан 3 күннің ішінде ақшаны тауып келді. Тек 500 теңгесі жетпей тұрды. Менің жағдайым одан да қиын болса да қолымдағы соңғы 500 теңгемді бердім. Осылайша Аяқжан курсқа барды. Біз екеуміз келісім жасадық. Ол курсқа кеткенде 2-3 сағатқа мен істеп тұратынмын. Әр күн сайын ол сабаққа не өткенін айтып, жазған конспектілерін көшіріп беретін. Мен де өзінше сол курстың бір бөлігі сияқты сезінетінмін. Бірақ көп ұзамай жағдай өзгере бастады. Аяқжан курсқа барып жүріп, өзінен 10 жас үлкен жігітпен танысты. Күн сайын ол